Бисмилля. Сағынышқа толы салауат. Зия Паша Ақюрек. Оқыған Мержан Айнұр. Расында Алла ең сүйікті құлы пайғамбарлардың ең ардақтысы Мұхаммад пайғамбарға үнемі шексіз нығметімен рақымын төгіп, күннен күнге мерейін өсіруде. Ал оның періштелері болса, ол үшін үнемі игі тілек тілеп дұға етуде. Уа мүміндер, ендеше сендер де оған шын жүректен салауат айтып, құрметпен сәлем жолдаңдар. Яғни оны шын жүректен ардақтап, оған Алланың рақымы мен есендігін тілеп, бар ықыластарыңмен дұға етіңдер, және оған қалтқысыз мойынсұнған күйде сәлем жолдаңдар. Ахзаб сүресі 56 аят. Пайғамбар сүйіспеншілігі. Пайғамбар адамзаттан арнайы таңдалған және Алла тарапынан пайғамбарлыққа тағайындалған ұлы тұлға. Ал сол пайғамбарға иман ету сенімнің негізі. Оған дейін адамзатқа мыңдаған пайғамбар жіберілген. Олар өздеріне жүктелген міндеттерін орындап кеткен. Олардың арасында ақыр заман пайғамбары Әзірет Мұхаммад Мұстафаның саллаллаху алейхи уассалям алар орны аса жоғары. Пайғамбарымыздың үмметінен болуымыз біз үшін үлкен мәртебе. Әрине, әр нығметке өзіне тән шүкіршілік етуіміз керек. Ал нығметке жан тәніңмен беріліп, шүкіршілік ету үшін алдымен оны танып білуге деген құштарлық қажет. Адам баласы ақыл-ой болғандықтан, өмірінің әр сатысында ойлана отырып қадам басуға тиісті. Әйтпесе, өмірлік сапарында опық жеп қалуы мүмкін. Ал ойлана білген адам өмірде өзіне өнеге тұтарлық үлгілі жанды іздеп табады. Үлгілі кісілердің өнегелі өмірі басқалардың да өмірін жеңілдетіп, оларды жігерлендіреді. Ислам үмбеті пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалям және сахабаларын өзіне әрдайым үлгі тұтады. Үлгі тұтып қана қоймай, жаннан артық сүйеді. Ал пайғамбарымызды қаншалықты сүю керектігін бізге сахабалар көрсетіп кетті. Пайғамбарымыздың сахабаларым аспандағы жұлдыздар секілді. Қайсы біреуінің артынан ерсеңдер, адаспайсыңдар деген хадисінен өмір жолында адаспау үшін сахабалардың жолын үлгі ету керектігін білдірген. Жаратқан иемізді тану үшін оның сүйікті пайғамбарын барынша тануымыз керек. Пайғамбарымыздың өшпес өнегесін терең түсіну үшін оның сахабаларын жақсы білуіміз қажет. Сондықтан әрбір мұсылманды мынадай сұрақтар мазалағаны дұрыс. Сахабалардың пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігі қандай еді? Олар пайғамбарға деген сүйіспеншіліктерін қалай көрсеткен? Оның жанында болғанда өздерін қалай ұстайтын? Оның жолында жүріп нелерден және не үшін бас тартты? Бұл сұрақтардың жауабын білмесек, ілгері қадам баса алмаймыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям нұрлы жүзін көрген, айтылған насихаттарын мұқият тыңдаған сахабалар ешбір әулие қол жеткізе алмайтын мәртебеге жетті. Күмәнсіз бұл Алланың берген ерекше нығметі. Сахабаларда бұл нығметтің қадірін жақсы түсінді. Бұл нығметтерді өмірлерінің әр демінде көркем мінездерімен өзгелерге жеткізіп отырған. Сахабалардың пайғамбарымызға деген сүйіспеншіліктері қандай болғанын біле жүрейік. Олардың сара жолынан тайып кетпейік ағайын. Сахабалар заманында мұсылман үмбетінің пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігі ерекше еді. Барлығы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям жанына сый тартумен келетін. Пайғамбарды баласынан артық сүйген Үммі Сүлейм бауыр еті баласын Әнәс ибн Мәликті өз қалауымен Расул Алланың құзырына апарып, оған қызмет етуіне рұқсат беруін өтініп, былай деген еді: Уа Расул Алла, аңсарлық ерлер мен әйелдер арасында саған сый тарту жасамаған қалмады. Осы баламнан басқа саған берер дымым жоқ. Сен оны қабылда, жаныңда қалып қызмет етсін. Анасының бұл өтініші қабылданады. Сол сәтте ол: Уа Расул Алла, Әнәсқа дұға етіңізші, деп сұрайды. Расул Алла: О жаратушы, Әнәстің мал-мүлкін, бала-шағасын мүбәрәк ет, өмірін ұзақ етіп, күнәлерін кешіре көр деп дұға етті. Ухуд шайқасы аяқталған кез Сағат ибн Муаздың анасы Үммі Сағд пайғамбарымызды көріп, сізді аман-есен көргеніме шексіз қуаныштымын. Өзгесінің еш маңызы жоқ дейді. Сол кезде Расул Алла Сағдтың анасына ұлының шейіт болғандығына көңіл айтып, былай дейді: Уа Үммі Сағд, жанұяңыздан шейіт болған Амр басқа шейіттермен бірге жұмаққа кіретінін сеншілеймін. Әрі олар жанұяларына шапағатшы болады. Ал Үммі Сағд Алла Расулына ұмытылмайтын мына сөздермен жауап берді:
біз расымыз. Уа Алланың елшісі. Бұдан кейін олардың артынан кім жылайды? Уа Алланың елшісі, олардың артында қалғандарына дұға етіңіз. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям Сағыттың жанұясы үшін Аллаға бұлай дұға жасады: Я Алла, Сағыттың жақындарының жүрегіндегі қайғыны жеңілдет, түрлі апаттардан қорға, қалған туыстарына тек қана игілік бағыштай көр. Ухуд шайқасының ең шиеленіскен сәті еді. Сахабалар пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалям қорғау үшін басын өлімге тігуде. Жұмақпен сүйіншіленген 10 сахабадан біреуі Талха ибн Убайдулла пайғамбарымызға жалмаңдаған қылыштарға қалқан болуға тырысуда. Мүшриктер бар күшімен шабуыл жасауда. Пайғамбарымызға келе жатқан бір қылышқа Талха қолын созады. Бір қолы шолақ бола жаздайды. Пайғамбарымыз бұл шайқаста Талхаға жұмақ уәжіп болды, деді. Алла елшісіне келетін әртүрлі қастандыққа жандарын пида еткені сахабалардың иманының қаншалықты мықты болғандығын көрсетуде. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Мекке көшелерін аралап жүргенде Зүбәйр ибн Ауамды көреді. Зүбәйр ол кезде әлі жас бозбала еді. Соған қарамастан оның кішкентай қолында үлкен қылыш бар еді. Пайғамбарымыз оны көріп алаңдап қалады. Зүбәйр ибн Ауам: Уа Алланың елшісі, Мекке мүшриктері сені өлтірді деп естігендіктен, осы қылышыммен олардың барлығын өлтірмекке бара жатыр едім, дейді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям Зүбәйрге қарап: Әр пайғамбардың бір жәрдемшісі болады. Менің жәрдемшім Зүбәйр, дейді. Тағы бірде Талха мен Зүбәйр жұмақта менің көршілерім болмақ, деп мадақтаған. Міне, пайғамбарымызға нағыз сүйіспеншілігін көрсеткен екі батыл жүрек Талха және Зүбәйр. Сахабалар пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалям жақсы танитын. Пайғамбарымға деген сүйіспеншілік пен сый құрметті қалай көрсету керектігін Құран кәрімнің өзінен үйренетін. Алла мүміндерге Құран кәрімде бұлай ескертеді: Пайғамбардың мүміндердегі ақысы һәм оларға деген жанашырлығы олардың өз ақыларынан әрі жанашырлығынан әлде қайда артық. Сондай-ақ пайғамбар мүміндерге өз әкелеріндей, тіпті одан да артық болғандықтан, оның жұбайларда мүміндердің аналары болып табылады. Ахзаб сүресі 6 аят. Уа Мұхаммад, адамдарға егер Алланы шынымен жақсы көрсеңдер, маған еріңдер. Сонда Алла тағала да сендерді жақсы көріп, күнәларыңды кешіреді деп айт. Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Әли Имран сүресі 31 аят. Шүбәсіз Алла елшісінде сендер үшін әрі Аллаға және ахирет күніне бір үмітін артқан, Алланы және ахирет күнін жан тәнімен қалайтын һәм Алланы көп еске алып, оған көп құлшылық ететіндер үшін қай жағынан алсақ та теңдессіз үлгі-өнеге бар. Ахзаб сүресі 21 аят. Пайғамбарымыз бұл сүйіспеншілікті ескертіп, сендерден біреулерің мені ата-анасынан, бала-шағасынан және барша адамзаттан да артық жақсы көрмесе, иман еткен болмайды деп түсіндіреді. Тағы басқа бір хадисте пайғамбарымыз былай деген: Мына 3 ерекшелікке қай кісі ие болса, иманнан ләззат алады. Олар Алланы және елшісін барлық нәрседен артық жақсы көру, біреуді Алла үшін жақсы көру, Аллаға иман еткеннен кейін дінсіз, яғни имансыз болып шығудан отқа түсердей қатты қорқу. Әзіреті Омар мен пайғамбардың арасында болған әңгімеден тағы бір мысал. Әзіреті Омар: Уа Алланың елшісі, сен маған нәпсімнен басқа әр нәрседен аса сүйіктісің, дейді. Пайғамбарымыз: Омар, нәпсіңнен де сүйікті болуым керек, дейді. Әзіреті Омар еш іркілместен нәпсімнен де деп жауап береді. Әзіреті Әлиден: сіздің Алла елшісіне деген сүйіспеншілігіңіз қаншалықты деп сұрағанда, былай жауап берген: Расулалла бізге дүние мүлігімізден де, бала-шағамыздан да және ата-анамыздан да аса сүйікті еді. Оны салқын сумен шөлімізді қандырғандай қатты жақсы көретінбіз. Сағат ибн Муаздың Бәдір шайқасында бара жатып айтқан мына сөздері осы берілгендікті ап-ашық көрсетуде. Уа Расулалла, біз саған иман келтірдік және сені растадық.
Айтқандарыңды ақиқат деп білдік. Тыңдап, бойсынамыз деп нақты сөз бердік. Уа Расулалла, қалай істесең де сені хақ дінмен бізге жіберген Аллаға ант береміз. Бізге теңізді көрсетіп ішіне қарай жүрсең, бәріміз еш қобалжымай сенің артыңнан жүреміз. Әр әрекетімізбен пайғамбарымызға бойұсыну, сүннеттерімен әрекет ету сүйіспеншіліктің белгісі. Қасиетті Құранның бізге үйреткен әдебін бойымызға сіңіру Расулалланы аса жақсы көргендігімізден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім бір нәрсені қатты жақсы көрсе, оны жиі еске алады деген. Пайғамбарымызға сый-құрмет көрсетуіміз керек. Сахабалар оның атын естігенде, ол кісімен бірге отырғандай сезініп, көз жасын ұстай алмайтын. Ендеше пайғамбарымызға оның дәрежесіне сай құрмет етуіміз керек. Мұның ең жақсы жолы салауат оқу. Сондай-ақ оның ұнатқанын ұнату, оның отбасына сүйіспеншілік көрсету, сахабаларды құрметтеп жақсы көру. Алла мен елшісінің дұшпандарын жек көру, керісінше, Алла мен елшісін жақсы көргендерді жақсы көру. Міне, осының барлығы пайғамбарымызға көрсетілген сүйіспеншіліктің белгілері. Ғұламалардың бірі Абдулла Тусари былай деген: Аллаға деген сүйіспеншіліктің белгісі Құран кәрімді сүю. Құран кәрімге деген сүйіспеншіліктің белгісі Алла елшісін сүю. Алла елшісіне деген сүйіспеншіліктің белгісі сүннеттерін сүю. Сүннеттеріне деген сүйіспеншіліктің белгісі ахиретті сүю және дүние қоңыздықты жүрегіне жақындатпау. Бұның белгісі болса, бақи өмірге дайын